Сәлем балақай, өзіңді жан-жақты дамытатын арнаға қош келдің. Ендеше арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпа. Қане балақай, бірге тілімізді жаттықтырайық. Ендеше даусыңды шығарып, менен кейін қайтала. Жүгері, жүгері. Мандарин, мандарин. Жапырақ, жапырақ. Жарайсың балақай. Кокос, кокос. Брокколи, брокколи. Жарайсың балақай. Келесі пияз, пияз. Авокадо, авокадо. Қияр, қияр. Нан, нан. Келесі ет. Қане қайталаймыз. Ет. Жарайсың балақай. Балақай, етте түрлі дәрумендер көп болады. Сондықтан етті жеуден бас тартпаймыз. Келесі балмұздақ, балмұздақ. Жарайсың балақай. Бәліш, бәліш. Кәмпит, кәмпит. Балалар, кәмпитті көп жеуге болмайды. Тісіміз ауруы мүмкін. Келесі мұз, мұз. Шырын, шырын. Бал, бал. Жарайсыңдар балалар. Келесі көлік, көлік. Ошақ, ошақ. Балақай, сен ұшаққа мініп көрдің бе? Келесі қайық, қайық. Біз қайықпен суда жүземіз. Қар, қар. Балақай, қар қай кезде жауады? Жарайсың балақай. Қар суық кезде, яғни қыста жауады екен. Келесі аққала, аққала. Балақай, біз аққаланы қардан жасайды екенбіз. Келесі қолшатыр, қолшатыр. Жұлдыз, жұлдыз. Ай, ай. Үй, үй. Сағат, сағат. Шар, шар. Доп, доп. Келесі жіп, жіп. Балалар, жіппен біз түрлі нәрселер жасаймыз. Мысалы, әрқайсымыздың киіп отырған киіміміз осындай түрлі түсті жіптерден пайда болған. Келесі мысық, мысық. Балақай, қане мысық қандай дыбыс шығарады? Жарайсың, мысық мяулайды. Келесі күшік, күшік. Жарайсың балақай. Келесі кірпі, кірпі. Балалар, кірпінің денесінде тікендер болады. Ол сол арқылы басқа жануарлардан қорғанады екен. Әтеш, әтеш.
Тиын. Тиын. Балалар, тиын ағаштан ағашқа секіріп, жаңғақ жинайды екен. Қоян. Қоян. Балалар, қояндар үй жануары. Олар өте қорқақ болады. Күзен. Күзен. Аққу. Аққу. Балалар, аққулар құстарға жатады. Үкі. Үкі. Қоқиқаз. Қоқиқаз. Қоқиқаздардың түсі алқызыл түсте болады. Келесі балық. Балық. Балақай, балық қайда өмір сүреді? Суда ма, әлде құрлықта ма? Жарайсың, балақай, балықтар суда өмір сүреді екен. Келесі шаян. Шаян. Балалар, шаяндар өте қауіпті, улы болады. Сондықтан шаянды қолмен ұстамаймыз. Келесі кактус. Кактус. Балалар, кактустарда да кірпілердегідей тікендер болады екен. Келесі ара. Ара. Балалар, аралар да шаяндар сияқты улы болады. Сондықтан ондай улы жәндіктерге жоламағанымыз дұрыс. Жарайсыңдар, балалар. Келесі итбалық. Итбалық. Сегіз аяқ. Сегіз аяқ. Сегіз аяқтардың сегіз аяғы болады. Сондықтан оны осылай атайды. Сиыр. Сиыр. Балақай, сиыр қандай дыбыс шығарады? Жарайсыңдар, сиырлар мөңірейді. Келесі күрке тауық. Күрке тауық. Келесі динозавр. Динозавр. Балапан. Балапан. Жарайсыңдар, балалар. Керемет қайталадыңдар. Менімен бірге тағы да тіліңді жаттықтырған келсе, менің арнама тіркелуді ұмытпа. Алдағы уақытта көптеген пайдалы видеолар шығатын болады. Ендеше сау бол.